Дүниядағы ең сырлы орындардан бірі Бермуд үшмейшілігі. Атлантика океаны Саргассо теңізінде жайласқан. Бұл аймақ Флорида, Бермуд, Пуэрто-Рико атаулары менен қоршалған үшмейшілікте жайласқаны үшін осылай аталған. Бұл аймақта көплеген кемелер һәм самолетлардың сырлы түрде жоғалғаны хақында көплеген әпсана һәм тоқымалар бар. 1900 жылдардан бері бұл жерде 100-ден артық кемелер һәм самолетлар жоғалғаны айтылады. Айрым мағлұматларға қарағанда, бұл аймақта ғайры табиғи күшлер, магнит майданларының өзгеруі ямаса табиғи газ жарылулары себеплі хадиселер жүз берген деп есаплайды. Ал басқалары болса күшлі толқынлар һәм хауа райы шараятларының себебінен деп біледі. Бермуд үшмейшілігінде су һәм хауа кемелерінің сырлы түрде жоғалуы хақындағы көзқарасты бірінші мәрте Associated Press хабаршысы 1950 жылы алға сүреді һәм бұл аймақты шайтан теңізі деп атайды. Бермуд үшмейшілігі сөзін болса жазушы Вингест Гаддис 1964 жылда қолданылады. Сіз бұл жер хақында алдын естігенсіз бе? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырыңыз.